өз өміріңді сауықтыр. Менің кейбір ойларым. Біз барлық іс-әрекетіміз үшін 100% жауапкершілік арқалаймыз. Біздің әрбір ойымыз біздің болашағымызды құрайды. Күш өз бастауын әрқашан қазіргі сәттен алады. Барлығы дерлік өздерін жек көреді және өздерін кінәлі сезінеді. Барлығы өздері туралы мен онша жақсы емеспін деп ойлайды. Барлығы ойға байланысты, ал ойды өзгертуге болады. Жасырын реніш, ашу, өзін және басқаларды сынау, кінәлі сезіну, денсаулық үшін ең зиянды көңіл-күй. Қордаланған реніш пен ашудан толық арылу маскүнемдік кеселінен емдейді. Біз өзімізді өзіміз шын мәнінде жақсы көрген кезде біздің өміріміз де жақсарады. Біздің өткеннен арылуымыз және барлығында өзімізді қоса кешіруіміз қажет. Біз қазіргі сәтпен өмір сүруді үйренуіміз қажет. Өз өзіңді қабылдау мен өз іс-әрекетіңді қолдау ұзақ өзгерістер кілті болып табылады. Біз өзіміздің тәніміздегі ауруды қолдан жасаймыз. Мен неге сенемін? Өмір өте қарапайым. Біз не берсек, соны аламыз. Жұрттың барлығының, оның ішінде мен де біздің өміріміздегі жақсы жаман оқиғалар үшін 100% жауапкершілік арқалайтынымызға сенімдімін. Біздің әрбір ойымыз біздің болашағымызды құрайды. Әрбір адам өмірде оқиғаны ой мен сезімнің қатысы арқылы жасайды. Біз ойлайтын ойлар мен сол ойларды бейнелейтін сөздер өмірде басымыздан өткізетін жайлардың бәрін туындатады. Өмірдегі сол немесе басқа жайлардың барлығында біз өзіміз қалаймыз. Сосын өзіміздің бақытсыздығымыз бен келеңсіздігіміз үшін басқаларды қарғап, күш жұмсап жатамыз. Біз өзіміз, өз уайымымыз, қоршаған орта шындығы мен ондағы барлық нәрселердің бастауы болып табыламыз. Екінші жағынан алғанда, өз санамыздағы үйлесімділік пен тепе-теңдікті ұстана отырып, біз өмірде сол нәрселерді кездестіре бастаймыз. Сізді дәл суреттеген қай сөйлем? Бұл өмірде адамдар маған жамандық жасайды. Жұрттың бәрі менің проблемамды шешуге көмектеседі. Біз неге сенсек, сол біздің шындығымызға айналады. Біз өзіміз сенетін нәрселер мен өз ойларымызды өзіміз таңдаймыз. Біздің санамыздан тысқары ақылымыз біз сенетін нәрселердің бәрін қабылдайды. Біздің нені ойлауды миллиондап таңдауға мүмкіндігіміз бар. Біз осыны сезінген кезде адамдар маған жамандық жасайды деген орнына жұрттың бәрі маған көмектесуге тырысады деп ойлауға болады. Жаратылыс күштері бізді ешқашан соттамайды да, сынамайды да. Олар біз қандай болсақ, сол қалпымызда қабылдайды. Сосын автоматты түрде танымды бейнелейді. Егер сіз ылғи да жалғызбын, мені ешкім жақсы көрмейді деп ойлауды жөн көрсеңіз, онда сіз солай өмір сүресіз.
Бірақ сіз дүниеде махаббат бар, ал мен ұнатамын және ұнамдымын деп ойласаңыз, және бұл сөзді жиі қайталасаңыз, онда сіз бұны өз басыңыздан өткере де аласыз. Сіздің өміріңізде күтпеген жерден көптеген тамаша адамдар пайда болады. Ал сізді жақсы көретіндер одан сайын жақсы көретін болады. Біз кішкентай кезімізде де өмір туралы түсінікті үлкендерден аламыз. Егер сізге аса бақытты болмаған, жексұрын немесе өздерін кінәлі сезінген адамдармен өмір сүруге тура келген болса, онда сіз қоршаған орта мен өзіңізді керісінше қабылдауды үйренгенсіз. Мен ешқашан ештеңені дұрыс жасамаймын, бұл менің кінәм. Егер мен ашулансам, онда менің жаман адам болғаным. Міне, сіздің кейбір ойларыңыз. Өмірді түңілулерден тұратын осындай ойлар құрайды. Біз өскен кезде балалық шақтағы көңіл-күй ортасын жаңғырту бейімділігі болады. Бұл жаман да емес, жақсы да емес, дұрыс та емес. Біз тек үйдегідей сөзінің нені білдіретінін білеміз. Біздер жеке қарым-қатынасымызда әкемізбен немесе шешемізбен қалыптасқан қарым-қатынастарды жаңғыртамыз. Сіздің әкеңізді немесе шешеңізді дәл еске түсерліктей нақсүйеріңіз немесе бастығыңыз болғаны туралы ойлаңыз. Бізге ата-анамыз қалай қарым-қатынас жасаса, біз өзімізге солай қарым-қатынас жасаймыз. Бізді ата-анамыз қалай сөгіп, қалай жазаласа, біз өзімізді солай сөгіп, солай жазалаймыз. Олардың осындай жағдайда қолданған сөздерін біздер естиміз де, егер бізді сәби кезімізде сүйсе, есейген кезде біз де өзімізді дәл солай сүйеміз. Сен ешқашан ештеңені дұрыс жасай алмайсың. Сен кінәлісің. Сіз өзіңізге осылай қаншалықты жиі айтасыз. Сен кереметсің. Мен сені сүйем. Ал осындай сөздерді сіз өзіңізге қаншалықты жиі айтасыз. Мен бұл үшін ата-анамды сөкпеймін. Біз бәріміз құрбандықтың құрбандығымыз, және біздің ата-аналарымыз да өздері білмеген нәрсеге бізді үйрете алмады. Егер анаңыз өзін қалай жақсы көруді білмесе, немесе әкеңіз өзін қалай жақсы көруді білмесе, онда сіз өзіңізді қалай жақсы көру керек екенін үйрене алмауыңыз мүмкін нәрсе. Егер ата-анаңызды өте жақсы түсінгіңіз келсе, олардың балалық шағы туралы сұраңыз. Егер жан дүниеңізбен беріліп тыңдасаңыз, олардың қорқынышы мен өмірге деген қатынасының негізін түсінесіз. Сізге қиналу әкелген адамдардың өздері де қазіргі сіз сияқты қорқынышта болған. Біз ата-ананы өзіміз таңдаймыз дегенге мен сенемін. Осы планетада, осы немесе басқа уақытта, осы немесе басқа жерде қайта туу оған керек пе? Әрбір адам өзі шеше алады. Өмірден сабақ алу үшін өз кезегінде эволюция жолдағы біздің одан әрі рухани дамуымызды қамтамасыз ету үшін біз осы жерде тууды жөн көрдік. Сосын есейе келе, біз әдетте оларға саусағымызды шошайтып, сендер кінәлісіңдер деп қыңқылдаймыз. Шындығында біз оларды өзіміз таңдадық. Себебі біздің осы өмірде еңсермек болған тілегімізге олар сай келді. Біз өз танымызды балалық шақта қалыптастырамыз. Ал сосын өмірде біздің танымызға сай келген жағдайларды туындата отырып қимылдаймыз. Өткен өмір жолыңызға бұрылып қараңыз. Сонда сіз сол бір ғана жағдайды қайта-қайта туындатып отырғаныңызды көресіз. Сіз неге сенсеңіз, соны туындатып отырсыз. Өйткені сол сеніміңіз сіз сеніп отырған нәрсені бейнелейді. Мен бұған сенімдімін. Бұл жағдайда сіз бұл проблеманың қатысын, оның мөлшері мен ондағы қауіпті қанша уақыт сезінетіңіз соншалықты маңызды емес. Көш бастауын әрқашан қазіргі кезден алады.
Осы кезге дейінгі өміріңізде болған оқиғалардың бәрі де өткен тәжірибелерге негізделген сіздің танымыңыздан туындаған. Ең маңыздысы, қазір сіздің нені ойлап, неге сенуді өзіңіздің таңдауыңыз. Бұл ойлар мен сөздердің сіздің болашағыңызды жасайтындығын әрқашан есіңізден шығармаңыз. Сіздің күшіңіз осы қазіргі сәт. Сіз жұмыс істеуге тиіс жалғыз нәрсе ол сіздің ойыңыз, ал ойды саналы түрде өзгертуге болады. Сіздің проблемаңыздың сипаты қандай болса да бәрібір. Ол бар болғаны сіздің ойыңыздың бейнеленуі. Мысалы, сіз «мен жаман адамын» деп ойлайсыз. Ой өзінің соңынан сіз берілетін сезімді ергізеді. Сізде бұндай ой болмаса, сезім болмас еді. Ойды саналы түрде өзгерту қиын. Мұңды ойды өзгертсеңіз, мұңды сезім де өзгереді. Кертартпа ойды қанша уақыт ойлағаныңыз тіпті де маңызды емес. Күш өткенде емес, әрқашан осы сәтте. Сондықтан да тура қазір азаттыққа шығыңыз. Сіз бұған сенесіз бе жоқ па, бірақ біз өз ойымызды өзіміз таңдаймыз. Біз қайта-қайта бір нәрсе туралы ойлай беруге бейімбіз. Сондықтан бізге өз ойларымызды өзіміз таңдайтын болып көрінеді. Біздің белгілі бір нәрсе туралы ойлағымыз келмейді. Біз өзіміз туралы қаншалықты жиі жақсы ойлағымыз келмейтінін есіңізге түсіріңізші. Ал қазір өзіміз туралы жаман ой ойламауды үйренейік. Осы планетағылардың барлығы мен білетін, мен бірге жұмыс жасайтындар артық кем дәрежеде өзінің кінәлі сезіну мен өзін өзі жек көруден жапа шегіп жүргендей көрінеді. Біз өзімізді қаншалықты жек көрсек, соншалықты біздің жолымызда сәттіліктер де аз болады. Біздің ортақ ішкі танымымыз «мен онша жақсы емеспін». Біз бұл өмірде менің қол жеткізгендерім аз, немесе мен бұған татымаймын дегенді жиі-жиі үстемелейміз. Сізге ұқсай ма? Мен онша жақсы емеспін деп сізді жиі ойлайсыз ба? Әлде айтасыз ба? Бірақ кім үшін? Оның қандай өлшемі бар? Сізде осы сияқты таным өте күшті болатын болса, онда қуанышты, қамсыз толыққанды өмірді қалай жасайсыз? Сіздің санаңыздан тысқарыдағы танымыңыз іс-әрекетіңізді үнемі басқарады. Сондықтан ол сіздің өміріңізде үнемі пайда болады. Біздің проблемамызды ашу-ыза, басқаларды сынау, өзін кінәлау мен қорқыныш тудыратынына мен сенімдімін. Бұл сезімдер өзінің проблемасына өзгелерді кінәлайтын адамдарда болады. Түсінесіз бе? Егер біз өзіміз басымыздан өтіп жатқан жайларға өзіміз 100% жауапкершілікті арқалайтын болсақ, онда кімді сөгеміз? Біздің өмірде басыңыздан өткерген жайлардың бәрі сіздің өз ішкі ойыңыздың бейнеленуі. Мен кейбір адамдардың келеңсіз қылықтарын жақтамаймын. Біз үшін маңыздысы, бізге осылай қарым-қатынас жасаған адамдарды біздің танымымыз өзіне тартатынын түсіну. Егер сіз барлығы мені сынайды, мен үшін ешкім ештеңе істемейді, менімен еден сүрткісі келеді деп ойласаңыз, бұл сіздің ойлау қалыбыңыз. Сіздің бүкіл өміріңізде осындай адамдарды өзіне тартып тұратын ой сізде терең сақталған. Егер одан бас тартсаңыз, ондай адамдар сіздің өміріңізде өз-өзінен жоғалады. Сіз бұдан былай мұндай адамдарды өзіңізге тартпайтын боласыз. Мен төменде 3 тәни дәрежеде көрініс табатын осындай ойлау қалыбының нәтижесін келтіремін. Ұзақ уақыт бойы жинақталған ашу-ыза, өз-өзіне көңіл толмаушылық, реніш, тәнді жеп, қатерлі ісік ауруына айналады. Екінші, басқаларды үнемі сынау ревматизм сырқатына шалдықтырады. Кінәлі сезіну әрқашан жазалауға алып барады, ал жазалау қиналуды тудырады. Ол тудыратын қорқыныш пен тығырық асқазан жарасы мен аяқ ауруының және шаштың түсуінің пайда болуына бірден бір себепкер.
Мен өз тәжірибемнен реніш пен ызадан құтылу тіпті қатерлі ісікті де жоқ қылатынын білдім. Сырттай қарағанда бұлай түйіндеу қара-байыр боп көрінуі мүмкін, бірақ менің өзім оны көрдім және өз басымнан өткердім. Біз өткен уақытқа деген өз қарым-қатынасымызды өзгерте аламыз. Өткен уақыт мәңгілікке кетті. Бұл факт, және бұған ештеңе істей алмайсың. Бірақ өткен уақытқа деген біздің ойымызды өзгертуге болады. Сізді баяғыда біреудің ренжіткені үшін қазіргі сәтте өзіңді өзің жазалау қандай ақымақтық болып көрінеді. Мен реніш сезімдері кернеген өз клиенттеріме салыстырмалы түрде жеңілдеу болып тұрғанында реніштеріңізден қазір құтылуларыңызды өтінемін. Хирургтың пышағының сіздің үстіңізден төніп тұрғанын немесе табытта жатқан сәтіңізді күтпеңіз. Онда сізге үреймен қоңсы қонуға тура келеді. Үрей жағдайында жазылу туралы ойға көңіл бөлу өте қиын болады. Бірінші біз өз қорқынышымыздан құтылуымыз керек деп кеңес беремін. Егер біз дәрменсіз құрбанбыз және біздің өмірімізде барлығы да баянсыз деген танымды ұстанатын болсақ, онда жаратушы біздің танымымызды қолдайды да біздің өміріміз қоқысқа айналады. Бұлардың барлығы да ешкімге ешқандай пайда әкелмейтін жартыкеш кертартпа пікір екенін түсіну біз үшін өте маңызды. Тіпті Құдай туралы да ол біздің жағымызда бізге қарсы емес деп ойлау керек. Өткеннен азат болу үшін кешіруге дайын болуымыз керек. Өткеннен өзіңді өзің азат ету мен жұрттың бәрін, әсіресе өзіңді өзің кешіру үшін біз өзімізге таңдау жасауымыз керек. Біз қалай кешіруді білмесек те, бірақ мұны қатты қажет етуіміз керек. Кешірім жасауға құлықтану фактісінің өзі сауығуға ықпал етеді. Сенің мен қалаған бейнедей бола алмағаның үшін де сені кешіремін. Мен сені кешіремін және сені толықтай азат етемін. Осындай тоқтамға келу сіз кешірім ететін адамды да кешірім ету үшін де азат етеді. Тоқтамға келу үшін өзіңе өзің қайталай беруді ғана емес, ішіңнен және дауыстап жазу да маңызды. Әсіресе машинкада бұл өте жылдам 7 күн бойы күніне 70 реттен. Егер сіз белгілі бір адамды кешіргіңіз келсе, кешірушінің де, кешірім етушінің де есімін айту керек. Барлық ауру кешірмегеннен болады. Қалай адам ауыра бастайды, солай ол өз кеудесіне кешірім етілу қажет адамды іздеу керек. Егер сіз кешірім жасалуы өте қиын адамды тапсаңыз, онда тап сол адамды кешіру керек. Кешіру демек азат болу. Сізге қалай кешіруді білу қажет емес. Ең керегі кешіруге құлықтылық. Ары қарай сізге жаратушының өзі көмекке келеді. Біз өз қиналысымызды жақсы түсінеміз, бірақ кешірім жасауға тиісті адамдардың да қиналысты басынан өткеретін қабылдау бізге қалай қиын. Сол сәтте олардың өзгеше іс-қимыл жасай алмағандығын түсіну қажет. Маған адамдар кеңес алуға келген кезде олардың проблемасын шығу негізіне басым ауырмайды. Бұл денсаулықтың нашарлығы ма, ақшаның жетімсіздігі ме, қарым-қатынастың нашарлығы немесе дамымаған талант па, мен бірден тек қана бір нәрсемен өз-өзіңді жақсы көруді қалай дамыту керектігімен жұмыс жасай бастаймын. Өзіңді жақсы көруді дамыту. Мен мынандай қорытындыға келдім. Біз өзімізді жақсы көрген кезде, өз іс-әрекетімізді мақұлдаған кезде және өзімізбен өзіміз қалған кезде біздің өміріміз жайнай түседі. Тіпті сөзбен айтып жеткізе алмайсың. Барлық жерде кішкентай ғажайыптар, денсаулық жақсарады, қолға ақшаның өзі келеді. Біздің басқалармен қарым-қатынасымыз гүлдене түседі. Біз өзіміздің тұлғалық қасиетімізді шығармашылық негізде білдіре бастаймыз. Біз өзімізді бар жан-тәнімізбен жақсы көріп, құрметтеген кезде және өз іс-әрекетімізді мақұлдаған кезде біз ақылдың белгілі бір ұйымын жасаймыз. Осыдан қоршағандармен ғажайып қарым-қатынас, жаңа жұмыс, біз тіптен жүдейміз, өзіміздің қалыпты салмағымызға ораламыз.
Өзіңді мақұлдау мен өзіңді қабылдау біздің өміріміздегі оң өзгерістердің кілті. Өзіңді бұлай жақсы көру ешқашан ешбір жағдайда да өзіңді сынауға болмайтын сезіну фактісінен басталады. Өз басымызды сынау біздің құтылуға тырысқан ойдың бейнесіне әсер етеді. Өз-өзіңді түсіну сиқырланған құрсаудан шығып кетуге көмектеседі.